Адам бойында вирустарға қарсы тұратын, аурудан сақтайтын қасиет бар. Оны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі-жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Жаттығулар денені сергек, әрі шымыр етуге көмектеседі. Қан айналымын реттейді. Жүрек пен өкпеге күш береді. Бұлшық еттерді ширатып, сүйектердің қозғалысында реттейді. Дене шынықтыру көңіл күйдің де көтеріңкі болуына көмектеседі. Жаттығу кезіндегі қауіпсіздік шарасы. Денеге бірден көп күш түсірмей, жеңіл жаттығулардан бастап, денені қыздырып алу керек. Денен қатты қызып, жүрек соғысы жиілеген кезде, жаттығуды бірден тоқтатпай, денені жайлап суытып, жүрек соғысы қалпына келгенше қозғалысты бірте-бірте бәсеңдеткен дұрыс. Алқынып тұрып, су ішуге болмайды. Қалыпқа түскенше күткен жөн. Әрі желден сақ болу керек.